Қайырлы күн менің YouTube арнамның көрермендері, менің подписчиктерім, аяулы аналар. Менімен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымын. Әрбіріңіз өз балаңыздың денсаулығыңызға алаңдап, және баланың болашағын ойлап, осы YouTube каналды тамашалап отыр деген ойдамын. Енді бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз балалардағы неонаталды сарғаю, яғни туылған кездегі баладағы сарғыштық. Ол неден пайда болады? Неге олай? Оның қандай зиян тұсы бар баланың ағзасына, және де біз неге баладағы сарғыштықты емдеуге тырысуымыз қажет? Осы сұрақтың барлығының жауабын осы видеода табатын боласыздар. Және де айта кетейін, YouTube осы видеоның соңындағы сіздерге сұрақ болады. Сол сұрақтың дұрыс жауабын комментарийге бірінші жазған адамға менің консультациям тегін болады. Сол себепті видеоны басынан аяғына дейін көріп, міндетті түрде егер ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, өзіңіздің пікіріңізді, лебізіңізді комментарийде қалдыруды ұмытпаңыз. Жалпы сарғыштық дегеніміз не? Қарапайым тілмен түсіндіргенде, баланың ағзасындағы билирубиннің ағзаға жайылып кетуі. Неге билирубин ағзадан сыртқа шықпайды? Осы сұрақты бірінші біз өзіміз талдап алайық, сіздерге түсіндіре кетейін. Билирубин деген нәрсе ағзадан бізде оңайлықпен шықпайды. Себебі билирубиннің өзін біз тікелей және тікелей емес билирубинді екіге бөлеміз. Енді тікелей билирубиніңіз сізде бауырдың қызметі арқылы, бауырдағы ферменттер арқылы бізде тікелей емес түрге өтіп, баланың зәрі арқылы сыртқа шығып отырады. Енді өз кезегінде бала туылған кездегі сарғыштық, бұлай түсіндіретін болсақ, бауырдың қызметінің дұрыс атқарылмауына байланысты тікелей билирубин тікелей емеске ауыспайды, өз кезегінде зәр арқылы сыртқа шықпайды, керісінше баланың ағзасына жайыла бастайды. Баланың көзінде, денесінде, табан алақанында сарғыштық пайда бола бастайды. Енді бұл өз кезегінде неге қауіпті? Билирубиннің ағзадағы көп мөлшерде жинақталуы, ағзадан сыртқа шықпауы, нормадан жоғары болуы балаға, былайша айтқанда, улы зат ретінде әсер етеді. Яғни ағзаны улаймыз. Баланың ағзасы уланады және де өмірге қабілеттілігін, өмірге белсенділігін төмендете бастайды. Сол себепті егер бала туылған кезде ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді болсын сарғыштық болатын болса, міндетті түрде педиатрдың, дәрігердің кеңесін алып, сол сарғыштықпен толыққанды айналысқаныңыз жөн. Енді неге бізде ағзада билирубин тікелейден тікелей емеске ауыспай қалады? Неге бауырдың қызметі толыққанды іске асырылмайды? Бұның негізгі себептерінің бірі жатыр-ішілік инфекция. Яғни әйел адам жүкті кезде бізде ағзадағы түрлі бастан кешірген респираторлы вирусты инфекциялар, стресстер, анемиялар, және де жаңағы қажетті элементтердің, микроэлементтердің ағзаға жетіспеушілігі, осының барлығы баланың жатыр ішінде жатқан кезде дамуының артта қалуына алып келеді. Яғни баланың салмағының аз болуы, гипоксиямен туылу, немесе баладағы жаңағыдай жалпы бауыр қызметінің толық жетілмеуіне алып келетін негізгі факторлар. Енді жатыр-ішілік инфекциялардың ішінде негізгі бізде бауырдың толыққанды жетілмеуіне алып келетін нәрсе ол цитомегаловирусты инфекция. Цитомегаловирусты инфекцияға байланысты біз арнайы видеоны түсіріп YouTube каналға салып қойдық. Сол себепті осы каналдың ішінде цитомегаловирусты инфекция туралы видеоны толыққанды көрсеңіз, сіз өзіңізге сол инфекция, сол вирус туралы түсінікті қалыптастыра аласыздар. Ендігі кезекте жалпы бала туылғаннан кейін біз сарғыштықтың деңгейін қалай анықтаймыз? Бірінші кезекте ол бізде биохимиялық қан анализі. Яғни биохимиялық қан анализінің құрамында тікелей емес билирубинді, АЛТ, АСТ-ны біз көруіміз қажет. Егер нормадан жоғары болған жағдайда, яғни сіздің билирубиніңіз сізде 180-нен 200-ден жоғары болатын болса, сіз стационарлық ем алуыңыз қажет. Себебі организмге жоғары токсиннің әсер етуіне байланысты бізде түрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Енді мен сіздерге айта кетейін, сіз каналға тіркеліп алыңыз, себебі алдағы уақытта осы именно билирубиннің жоғары болуына байланысты қандай асқынулар және балаға қайтымсыз қандай көріністер болуы мүмкін деген нәрсеге біз арнайы видео түсіретін боламыз. Сол себепті әрдайым бізде видеоны қалдырмау үшін, көрмей қалмау үшін төменде колокольчик бар. Сол колокольчикті басып, міндетті түрде уведомленияны қосып қойыңыз. Біздің жаңа видеоларымыз сізге уведомление ретінде келіп отырады.
билирубинді біз қалай түсіреміз? Бірінші кезекте бізде фотолампа. Фотолампа дегеніміз нәрсенің механизмін түсіндіретін болсақ, сіздерге сәуленің әсерінен ағзаға жайылған жаңа билирубинді тікелейден тікелей емеске ауыстыруға көмектеседі. Оны қалай қолданамыз? Балаңыз мүмкіндігінше 24 сағат көлемінде сол фотолампаның астында болғаны жөн, және де бізде көзге көрінетін шырышты қабаттарды және баланың көзін біз сәуледен қорғауымыз қажет. Себебі ультракүлгін сәуле сіздің баланың көзіндегі шырышты қабаттың және де жанардың ылғалдылығын кептіріп жібереді. Содан қорғауымыз қажет. Ал қалған дененің барлығы киімсіз, былайша айтқанда бала жалаңаш жату керек, және де тікелей сәуле қашықтығы бізде 40-45 сантиметр биіктіктен сәуле толығымен балаға түсіп тұру керек. Бұл өз кезегінде жайлап сіздің билирубиннің деңгейінің төмен түсуіне алып келеді. Ал билирубин деңгейі төмен түскен сайын сіздің балаңыздағы сарғыштық кете бастайды. Екінші нәрсе, бізде ол гепатопротектор ретінде урсодекс, урсофалик препараттары, немесе холодексан деп жатырмыз, хапитол дейміз. Әр дәрігер өз практикасына байланысты, өз тағайындайтын дәрілеріне байланысты гепатопротектордың түрлі түрлерін сізге беруі мүмкін. Енді бұл препараттардың да негізгі механизмі бала ағзасындағы билирубинді тікелейден тікелей емеске алмастыру. Енді өз кезегінде егер бұл сізде былайша айтқанда симптоматикалық терапия деп айтсақ та болады, себебі сіз билирубин пайда болғаннан кейін соның белгісін ғана жоюға жұмыс жасап жатсыз. Ал енді түбегейлі балада сарғыштық неден болып жатыр? Ол жатыр ішілік инфекция ма, немесе гипоксияның әсерінен ба баладағы, немесе қандай да басқа себептер, эндокринді себептер, немесе бауыр құрылымының өзгерісі ма, немесе жетіспеушілігі ма, оны толыққанды білу үшін міндетті түрде білікті дәрігердің консультациясынан өтулеріңіз керек, және де УЗИ брюшной полости, құрсақ қуысының ультрадыбыстық зерттеуін толыққанды жасауыңыз қажет. Егер сізде жаңа жатырішілік инфекцияға, цитомегаловирусқа, дәл осындай созылмалы 2-3 айлық мерзімге дейін баладағы сарғыштыққа байланысты сұрақ болатын болса, мен дәрігер Абылай Қалдарбек сізге өз кеңесімді ұсына аламын. Және де сіздің балаңыздың денсаулығын түзетуге, ары қарай баладағы денсаулық көрсеткішінің жоғары деңгейге көтеруге біз барынша атсалысатын боламыз. Енді сіздер, егер балаңызда сарғыштық болса, жоғарыда айттық, биохимиялық қан анализін тапсырасыз. Биохимиялық қан анализін мүмкіндігінше аш қарынға таңертеңгі уақытта баланы емізбей, 2-3 сағат көлемінде баланы емізбей тапсырғандарыңыз дұрыс. Себебі бала емген кезде немесе тоқ күйінде тапсыратын болсаңыз, аш қарынға емес, сіздің көрсеткіштеріңіз жоғары көрсетуі мүмкін. Ол өз кезегінде диагноздың верификациясын, диагноздың жалпы біздегі жаңағы нақтылануын, нақты қойылуына кедергі жасайтын болады. Енді көп адам жалпы сарғыштыққа бізде мән бермей жатады. Ол өз кезегінде егер жаңағыдай шынымен внутриутробный инфекцияның фонында дамып жатқан сарғыштық болатын болса, ертеңгі күні баланы біршама әбігерге салуы мүмкін. Себебі сізде тек қана бауыр ғана зақымдамайды, орталық жүйке жүйесі де сол жатыр ішілік внутриутробный инфекциялардың әсерінен зақымдалып, ертеңгі күні терморегуляция, жалпы баланың температурасы түспеуі, баланың иммундық жүйесінің слабый болуы, жалпы баланың құрсақ қуысындағы ағзалардың патологиялары көптеген баладағы қалыпты емес жағдайларға алып келетін сол инфекциялар. Ол бізде сол инфекция деп атқанымыз цитомегаловирус, Эпштейн-Бара, простой герпес және токсоплазмоз. Егер осы 4 инфекцияның деңгейі бала ағзасында жоғары болатын болса, негізгі факторды емдемей сіз сарғыштықтан құтылуыңыз ұзақ мерзімге созылады. Сол себепті ол диагностиканы дұрыс жасау керек. Сарғыш баланың бәріне только лампа қою керек, урсодекс беру керек деген қате пікір. Және де сол пікірге ілесіп, ұзақ уақыт бойы баланы диагностикаламай, яғни негізгі себебін, этиологиясын анықтамай, дұрыс бағытта ем жасамай жүру, бұл ең үлкен қателік. Сіз өзіңіздің балаңыздың өмірін былайша айтқанда өз қолыңызбен дұрыс емес бағытқа қарай бұрып жатсыз. Сол себепті бала денсаулығына мұқият болайық, пайдалы ақпараттарға әрдайым қанық болайық, осындай медициналық контенттерді қолдайық, және де лайк басыңыз, қолдаңыз, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Міндетті түрде достарыңызға, таныстарыңызға, жанашырларыңызға WhatsApp желісі арқылы осы контентті, осы YouTube каналды, немесе менің Instagram, TikTok парақшаларымда жіберуді ұмытпаңыздар. Себебі пайдалы ақпарат ешқашан артықтық етпейді.
сіздер осылай пайдалы ақпарат алу арқылы мүмкін қазір болмаса алдағы уақытта балаңыздың ағзасындағы түрлі патология, түрлі аурулардың алдын алуға немесе уақытылы ерте диагностикалауға бір қадам жақын боларсыз деген сенімдеміз. Негізі айта кетейін, біздің YouTube каналымызда, Instagram, TikTok желімізде чисто аналарға образовательный характерде, яғни аналарға толыққанды ақпарат беріп, олардың баласының денсаулығына деген немқұрайлықты жою және Қазақстандағы балалар денсаулығының деңгейін шамалы болсын үлесімізді қосып, көп мөлшерде болмаса да определенный көрсеткішке қарай жетелеу, көтеру. Сол себепті әрдайым қазақша медициналық контентті деп айтамын мен. Қазақша медициналық контентті қолдайық, жас дәрігерлерді қолдайық. Жалпы қазіргі уақытта интернет желісі, социальный сеть арқылы дамитын заманда бірімізге біріміз қолдау көрсетіп жүрейік. Сіздерден де дәл сондай қолдау күтеміз. Әрбіріңізден бір лайк және де төмендегі поделицаны басып, міндетті түрде бір адамға жіберіп қояды деген сенімдемін. Жақсы күнде жүздесек. Келесі енді сізге осы видео соңындағы сұрақ тегін консультация алуға мүмкіншілік. Біздің сұрағымыз мынандай: баладағы негізгі сарғыштықтың механизмі, яғни сарғыштық не үшін пайда болады? Жауабы видеоның барысында бар. Бастан аяқ егер сіз көріп шыққан болсаңыз, міндетті түрде жауабын тауып бірінші комментарийге жазыңыз және де өзіңіздің тегін консультацияңызды алыңыз. Тегін консультацияны 1 жыл көлемінде кез келген уақытта өзіңізге ыңғайлы графикте, өзіңізге ыңғайлы уақытта келсеңіз, біз сізге қызмет етуге әрдайым дайынбыз. Сол себепті бәріңізге сәттілік, жақсы күнде жолығайық. Айтпайын болды. Енді дәл осы қинайсыңдар ғой. Ал енді видео соңында осы видеоны көріп отырған, міне Нұрдәулеттің мамасын байқап отырмын, Азаматтың мамасын байқап отырмын. Сіздер әлі лайк басқан жоқсыздар. Неғып баспайсыңдар? Че там?